Таңғы сағат 4 шамасы. Тәтті ұйқыда жатқан Аянаны ұйылы телефоны шылдырлы оятып жіберді. Ая, ұйқылы ояу көзбен тұтқаны көтерді. Алло, сәлем жаным. Бұл Аяның сүйіктісі болатын. Таңғы 4, бұдан хабарың бар ма? Ия, дауысы қорқынышты естілді. Я жаным, не болды? Бәрі жақсы ма? Даусыңа не болды? Ая қорқып кетті. Ұйқысы шайдай ашылды. Жоқ, жаман. Мен кешірші. Мен өз бақытымды таптым. Ертең берсі оны алып қашамын. Өз бақытыма үйленгім келеді. Ашуланбашы. Не дедің? Ашуланба? Қалайша? Я, түсінем. 3 жыл жүрдік. Мені сүйесің. Я, не айтарымды да білмеймін. Ая, не? Тағы не айтайын деп отырсың? Мүмкін сол бақытыңның аяғы ауыр шығар. Жоқ, балдарың да бар шығар. Нешеу, 2 ма? Ая қатты ашуланды. Әрине ашуланады. Ол Мансұрды сүйеді ғой. Оған тұрмысқа шығуға дайын болатын. Осы жігітті шын сүйіп, оған 3 жыл уақытын сарп етті емес пе? Ал мына жаңалық Ая жүрегі қан жыласа да тек ашуланып тұрған адам кейпінде қалды. Не деп тұрсың, Ая? Қайдағы бала? Ая, түсінем әрине. Енді солай болып қалды. Жақсы, хош бол. Қайырлы түн, немесе қайырлы таң. Мансұр, шынымен де. Я, жоқ. Аяның даусы жай шықты. Бұл шындық. Ая, мен өз бақытымды таптым. Түсінуге болады ғой мені. Мен бақытымды ертең алып қашамын. Бақытты? Көзіне келген жасты, өңешіне тығылған өксікті ішіне тығып тұрып. Бол, я, бақытты бол. Осы таңда Ая көз жаспен қарсы алды. Ол өзін сабырға шақырып, Мансұр енді сен үшін жат. Бұл өмірде не? Тек сол ғана менің жүрегімді жаулаған ба? Жоқ, мен әлі ондай Мансұрдың мұңын табамын. Ол осылай дым білмегендей оқуына барды. Жүрсі жадырап, күлімсіреп тұрса да, жан дүниесі алай-дүлей. Ая университеттен шыққан соң құрбыларымен қоштасып үйіне қайтты. Жолда келе жатқан кезде кенеттен бейтаныс машинадан 3 жігіттей жігіт түсіп, Аяның қарсылығына қарамастан машиналарына оп-оңай салып алды. Бір үйге әкелді, ал бір әжей Аяның басына орамал жаба салды. Түкке түсінбеген бейшара қыз жылай берді. Шымылдырық ілінген бөлмеге әкеліп отырғызып кетті. Қорқыныш тула бойын билейді. Не болып жатыр? Мен үйге қайтқым келеді, деді даусы дірілдеген Ая. Ал оған бір әйел. Жоқ қалқам, сен осында қаласың. Аға орамалың құтты болсын, деді де шығып кетті. Бөлмеде адам да жоқ. Жақсы болды. Соткам қайда? Соткам. Ая ұялы телефонын алып дереу сүйіктісіне соқты. Алло, Ая, қалайсың? Мансұр мені алып қашып кетті. Мені алып кетші, қорқып отырмын. Өксіп, өкіріп жылап жіберді. Әзілдеп отырмысың? Ая, тыңдашы, енді кеш. Мен өз бақытымды алып үйме отырмын. Сен қандай ойын ұйымдастырсаң да мейлі, енді бәрі кеш. Деп ашуланғандай болды сүйгені. Жоқ, сен мені түсінбедің. Мені шынымен де алып қашып кетті. Өтінемін, сенші маған, қорқып отырмын. Мен мұнда қалғым келмейді. Ая қатты жылады, жалынды. Мансұр, алып кет мені. Мансұр, естіп тұрсың ба? Алло, Мансұр. Тұтқаны қойып тастады. Мансұр тұтқаны қойып тастағаны 5-10 минут болды. Сол уақыт арасында қолы жіпсіз байланған Ая әлі де жылап отырған еді. Соткасына SMS хат келді. Жалма-жан соткасын алып хатты ашып қарады. Мен өз бақытыммен, сен өз бақытыңмен бақытты болайық. Ая не істерін білмей сасқалақтап қалды. 1 минут ішінде басында неше түрлі ойлар жүрді. Жоқ, бұл менің Мансұрым емес. Жоқ. Осылай шоқта отырған кезде есік ашылды. Ішінен жұлдыз шашылды. Есікке жалт қараған Аяға, я, мен бақытыма қол жеткіздім. Ал сен ше? Сен де солай ғой. Жаным, менің бақытым сен, ал сенің бақытың мен. Бақытты болайықшы, я. Бұл келген адам Аяның бақыты. Махаббатты сүйгені Мансұр болатын. Не жыларын, не қуаныштан аспанға секірерін білмей Ая Мансұрға қарап ұзақ тұрды. Ал Мансұр Аяның қасына келген кезде ашуға берілген Ая оны ұра бастады. Оңбаған нисалан ақмақ, оңбаған, сені жек көрем.
Ая жерге қайта отыра кетті. Сұлуым, ренжімеші енді. Жек көрем сені, кетші, көрінбеші көзіме. Кет дедім саған. Ая қатты ашуланды. Дағы да ашуланатын орны бар ғой. Таң атпай жатып жылатты. Ал сосын бөтен адам шалып қашып бақыт тіледі. Зәресін ұшырды. Аяның ашуы да басыла қоймады. Ашуланып Мансұрды ұрып тастады. Жылады, тағы жылады. Ақымақ, оңбағансың сен. Сені мен жек көремін. Саған жыным келеді, білесің бе? Деп Ая жылап қалды. Ал мен сені сүйем жаным, сені ғана сүйем деп Мансұр Аяны құшақтап, маңдайына сүйіп, қайта кешірім сұрай берді.